Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ең дәмді әрі нәзік дастарханыңыздың сәнін келтіретін капкейки дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Шұңғыл ыдысқа жұмыртқамызды салып, кейін үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен ақ көпіршік пайда болғанша жақсылап араластырып аламыз. Кейін үстіне бөлме температурасында тұрған сүтімізді құйып, ерітілген сары майымызды салып, ванилин қосып, қопсытқышты салып, және де ұнымызды електен өткізіп, біркелкі етіп масса дайындап аламыз. Жақсылап араластырып болған соң, осындай арнайы капкейк пісіретін ыдысқа саламыз. Үлкен қасықтың көмегімен 2 қасық саламын. Менде бұл жерде 12 дана. Егер де сіздің формаңыз кішкентай болатын болса, сізде 13 немесе 15 дана капкейк шығады. Қызып тұрған 180 градустағы пешке 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Ендігі кезекте кремін дайындап аламыз. Ол үшін салқын 33%-дық сливкиді салып, творожный сыр, яғни ірімшігімізді салып, қант ұнтағын салып, миксердің көмегімен біркелкі қою крем дайындап аламыз. Дайын болған қою кремдерімізді осындай кондитерлік мешокқа салатын боламыз, және де жұлдызша насадкасын қолданатын боламыз. Видеода көрсетілгендей кремімізді жақсылап салып аламыз, және де кремге өз қалауыңыз бойынша түрлі түсті краситель қолдансаңыз болады. Капкейктарымыз жұмсақ әрі нәзік болып пісті. Жақсылап суытып аламыз, кейін үстіне кремін орналастыратын боламыз. Кондитерлік мешокқа салынған кремімізді видеода көрсетілгендей жақсылап капкейктің үстіне орналастыратын боламыз. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Дастарханыңыздың сәнін келтіріп, қонақтарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.